Футбол бұл өмір 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын бірінші болып жеткізетін арналардың бірі. Қош келдіңіздер. Бүгінгі жаңалықтарымыз: Матеис де Лихттің құны неге түсіп кетті? Келесі командасы қай клуб болады? Сауд Арабиясы Бернардо Силваны қатарларына қосқысы келеді. Достар, 13-ші секторға сіздер дәл қазір жазыла отырыңыздар. Қоңыраушаны баса отырыңыздар, себебі біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын жеткіземіз. Бізбен бірге болыңыздар. Ал біз көп созбай бастайық, кеттік. Чемпиондар лигасы жалғасып жатыр. Бұлай қарап тұрсаң, түсінікті ойындар, фавориттар белгілі, бірақ та сол фавориттарға қазіргі таңда оңай болып жатқан жоқ. Кеше Пари Сен-Жермен мен Реал Сосьедад ойнады. Реал Сосьедад бірінші таймда өте жақсы ойнады, гол салатындай да мүмкіндіктері болды, бірақ та сала алмады. Пари Сен-Жермен бірінші таймда өз-өзін көрсете алмады. Пари Сен-Жермен екінші таймда бірақ жинақталды. Екінші таймда 2 голын салды да өздерінің фаворит екенін дәлелдеді. Сенімді келесі ойынға дайын отыр қазіргі таңда. Жақсы психологиялық тұрғыда жақсы баратын болады Реал Сосьедадқа. Кеше мен 2 таймда да гол болады деген едім, болмай қалды, өкінішке орай. Және де тағы да бір анық фаворит кеше Бавария болатын чемпиондар лигасындағы. Бавария Лационы қалайда оп-оңай алып қояды деп ойлаған едік. Жоқ, ондай болған жоқ. Бавария ұтылды да қалды. 1-0 есебімен. Упамеканоның алып келген пенальтина байланысты Упамекано енді қарымта ойында да ойнамайтын болады. Жалпы Бавария жайлы айта берсек әңгіме көп. Тухель енді келесі ойындарда реттей алмайтын болса, осы маусымның соңына жетпей-ақ орнын босатып қалуы мүмкін. Бавария жайлы әңгіме қозғалды, ара қарай жалғастырайық. Матеис де Лихт деген тамаша қорғаушы бар, топ қорғаушы болады деп күтілген қорғаушы, Баварияның қорғаушысы қазіргі таңда. Бірақ Томас Тухель сенім артпайтынын ашық түрде жеткізіп жатыр. Бұл Томас Тухельдің сұхбатын, әңгімесін де Лихт жайлы белгілі инсайдер Фабрицио Романо бізге жеткізіп жатыр. Томас Тухель былай депті: де Лихт өте тамаша ойыншы, жақсы ойыншы, ол батыр, бізге керек. Бірақ қазіргі таңда бәсекелестік өте мықты, сондықтан кейбір жағдайларда қосалқы құрамнан шығып жатыр деген ақпаратты айтты. Жарақатта қазір де Лихтті айналып өтіп жатқан жоқ, жарақатты да жиі алатын болды, қосалқы құрамда да жиі пайда болатын болды. Жалпы қазіргі таңда де Лихттің трансфер маркетте құны 65 миллион евро, осы маусым басталғанда 75 миллион евро болатын. Өте қатты жылдам төмендеп келе жатыр бағасы. Сондықтан да осы маусым аяқталғаннан кейін де Лихт басқа клубқа кеткісі келеді. Әрине Бундеслигада қалмайды, Бундеслигада ең мықты клубтан төмендемейтін шығар. Италияға да бармайды деп ойлаймыз, Испанияға да бармауы екі талай. Негізі АПЛ-дың клубтарына барып қосылуы мүмкін. АПЛ-ға осындай алып денелі орталық қорғаушылар керек-ақ. Бәлкім Челсиға, өздеріңіз білесіздер, Челсидан осы маусымнан кейін Тиаго Силва кетеді деп жатыр. Соның орнына керемет жараса кетпейді ма? Сіздердің ойларыңыз қалай? АПЛ-да топ командалардың ішінде қай клубқа әдемі жарасар еді осы Матеис де Лихт? Челси клубы жалпы жоғарылағанша тоқтамайын деп шешкен тәрізді. Қаржылық фейерплейға кедергі келтірмейтін келесі маусымда 235 миллион евроға трансфер жасауға рұқсат алған екен. Жалпы Тод Боули тоқтамайын деп шешіпті. Енді осы Роман Абрамович бар, Челсидің бұрынғы басшысы. Сол кеткелі бері Челси клубы қанша ақша жұмсады деп ойлайсыздар? Тыңдаңыздар, мұқият тыңдаңыздар. 1 миллиард евро. 1 миллиард евро жұмсап тастаған. Қазіргі орны 10-шы орында. 1 миллиард евро жұмсап тастап 10-шы орында тұрып Маурисио Почеттино былай сұхбат беріп жүр: мен жанкүйерлер жақтан бір махаббатты сезініп жатқан жоқпын деп ше. Әлгі жерде айта салды Маурисио Почеттино. 10-шы орында тұр, 1 миллиард ақша жұмсалды сол клуб үшін, трансфер үшін, және де оған жанкүйерлердің махаббаты керек екен да. Бірінші жанкүйерлердің махаббатына сен лайықты өнер көрсет, содан кейін сұра. Енді Почеттиноның бұл әңгімесі өрескел қателік. Және де Почеттиноның таңғаларлық тағы да бір сұхбатын айта кетейін: маған сырттағы әңгіме, медиалардың басылымы, менің болашағым туралы болып жатқан әңгіме мені вообще түртпейді да дейді. Маған мүлдем әсер етпейді дейді. Маған
қызық емес дейді. Мен ойынға көңіл бөлем, бар назарымды ойындарға салам, алдағы болды. Маған қызық емес, кімнің не айтып жатқаны мен жайлы, қай басылым не жазып жатқаны, оларға басымды ауыртпаймын деді. Bir шетінен керемет тәсіл негізінде. Шынымен де оның бәріне қарай беретін болса, мүлдем бытшыты шығатын сияқты команданың. Бірақ тағы да бір басылым шықты. Маурисио Почеттино осы маусымда жақсы өнер көрсетпейтін болса, келесі маусымда Роберто Манчини орнына келеді деп жатыр. Роберто Манчини енді бір керемет нұсқа деп айта алмаймыз, бірақ та қарастырып көретін нұсқа деп айтуға болады. Себебі Роберто Манчини Манчестер Сити мен АПЛ-ды алған бапкер. АПЛ-да тәжірибесі бар бапкер. Сондықтан да Маурисио Почеттино мен анаған қарамай, мен мұнаған көңіл бөлмеймін, маған қызық емес демей, арасында басылымдарды оқып тұру керек, және де жұмысын реттеу керек, жөндеу керек. Меніңше Почеттиноға тағы да бір маусым мүмкіндік берген дұрыс па деген ойлар келіп қояды. Бернардо Силва жайлы ақпарат айтайық. Бернардо Силва Сауд Арабиясына ауысуы мүмкін деген ақпараттар осы соңғы 2-3 күнде қаптап кетті. Осы ақпаратты шығарушылар Бернардо Силваның да қарсы емес екенін жеткізіп жатыр Сауд Арабиясына ауысуына. Бернардо Силвамен өте қиын бір келісім шарт болды. Манчестер Ситида бірден келісе қоймады, кеткісі келді. Пари Сен-Жерменге барады деді, Барселонаға барады деді осы маусымның алдында. Бірақ та не дегенмен де келісім шартқа қол қойылды. 2026 жылға дейін Манчестер Сити мен келісімшарт жасасты. Өте ұзақ уақыт емес қарап тұрсаңыздар, және де Манчестер Ситида нақты қалғысы келмегенін де білдіретін шығар. Қазір Бернардо Силваны 80 миллион евроға сататын болады, егер сатса Манчестер Сити клубы. 80 миллион евро деген Сауд Арабиясы үшін ешқандай да мәселе емес. Одан зорғыларында алады да. Егер Бернардо Силваның өзі қарсы емес болатын болса, ешқандай да мәселе туындамауы керек бұл трансферде. Яғни келесі маусымда Бернардо Силваны біз Сауд Арабиясынан көруіміз мүмкін. Достар, футбол ақпараттарын жеткізуші автоматқа, яғни 13 сектор арнасына дәл қазір жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Біз сіздер үшін күнделікті қазақша футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз.